бір, екі, үш. Сәлем достар, бүгін біз автоматты реттеу жүйесінің теориясы бойынша келесі тақырыпқа келдік. Ол 5 сызықты автоматты реттеу жүйесінің ерекшелігі. Яғни біз сызықты мен 5 сызықты автоматты реттеу жүйесін салыстырамыз. Олардың қасиеттерін, олардың әдістерін, олардың құрылымын. Мына терминдер біз білуіміз керек. Бұл жерде негізгі термин ол сызықты және 5 сызықты автоматты реттеу жүйесі. Оның қандай артықшылықтары, кемшіліктері бар, ол қандай буындардан тұрады және тағы басқа. Және 5 сызықты жүйе оны зерттеуде ең үлкен негізгі әдіс ол линеализация деген әдіс қолданылады. Біз білеміз, кез келген басқару жүйесі осы екі блоктан тұрады. Ол басқару нысаны және регулятор. Және ол басқару жүйесі ол түрлендіргіш болып саналады. Яғни кіріс сигналды белгілі бір функция арқылы шығыс сигналға түрлендіреді. Енді сызықты жүйе мен 5 сызықты жүйенің ерекшелігі, айырмашылығы неде? Мына жоғарыда сызықты жүйе, төменде 5 сызықты. Екеуінің айырмашылығы неде? Мына жерде бір буын жоқ. Ол буын қандай? Міне, екіншісінде тұр. Бұл 5 сызықты буын. Яғни мына жерде, ол қазір келесінде тұрады. Яғни 5 сызықты буын, бір 5 сызықты буын бүкіл сызықты автоматты реттеу жүйесін 5 сызықты жүйеге айналдырып жібереді екен. Енді сызықты жүйелерге келейік, жеке-жеке қарастырамыз. Бірінші сызықты, келесі 5 сызықты. Сызықты жүйелердің ерекшелігі ол сызықты буындардан тұрады. Біз оны білеміз. Мына буындардан тұрса, онда ол сызықты жүйе болып саналады. Және сызықты жүйе беріліс функциясымен беріледі. Оны біз білеміз. Ол 3 параметр P, I және D. Және сызықты жүйені зерттеуде іске қосу функциясын, яғни хевисайд функциясын қолданамыз. Ол бар немесе жоқ деген функция. Яғни қосу функциясы. Және сызықты жүйенің негізгі тәртібі ол динамикалық тәртіп. Сызықты жүйенің сапасы қалай бағаланады? Мынау 6 параметр, 6 көрсеткіш бойынша. Осы көрсеткіштер бойынша біз сызықты жүйенің сапасын бағалай аламыз. Сызықты жүйенің статикалық сипаттамасы, мына жағын мен динамикалық туралы айттым. Енді статикалық сипаттамасы ол белгілі бір функция, алгебралық функция, бұл жерде дифференциал жоқ. Ол екі айнымалыдан тұрады. Бірінші басқару сигналы U және G ұйытқу сигналы. Біздің жағдайда біз ұйытқу сигналы қарастырып отқан жоқпыз. Бұл басқару сигналы кері байланыс арқылы келгенде, берілгенде ол статикалық қателікті береді. Ол қателік Тейлор қатарына шектеледі. Сызықты жүйені зерттеу әдістері келесі. Бұл әрине статикалық тәртіпте бөлек, динамикалық тәртіпте бөлек. Динамикалық тәртіпте негізгі классикалық әдіс ол сызықты дифференциалдық теңдеулер. Статикалық тәртіптегі классикалық әдіс ол сызықты алгебралық теңдеулер. Осы екі түрлі теңдеу. Енді ары қарай динамикалық тәртіпте өтпелі функциялар немесе переходный функция, жиіліктік сипаттамалар, частотный характеристики, интеграл түрлендірулер, олар Лаплас, Фурье немесе және спектрлық түрлендіру сигналдар теориясында қолданады. Сосын дискреттік түрлендіру, бұл Z түрлендіру және айырымдық теңдеулер немесе разностные уравнения. Статикалық тәртіптегі зерттеу ол әрине бірінші классикалық
алгебралық теңдеулермен және функционалдық әдіспен де немесе Тейлор қатары және күй кеңістіктегі зерттеу бұл мимо. Бұл линеализацияға келтіріліп зерттеу кезінде қолданылады. Сосын сызықты автоматты реттеу жүйесі келесі зерттеулерді қажет етеді. Өте маңызды мынау үшеуі. Ол сапасын зерттеу, ол мынау көрсеткіштер алынса, онда сапасын зерттеу болады. Орнықтылыққа зерттеу, бұл да өте маңызды негізгі зерттеуге жатады. Сосын шығыс процестерін зерттеу, бұл өтпелі кезеңді алу дегеніміз. Өтпелі кезең немесе фазалық жел, ол ар жақта. Сезімталдығын зерттеу, суға зерттеу, кездейсоқ сигналдарға, яғни сосын басқару мен бақылау қабілетін зерттеу. Енді бессызықты жүйелерге келетін болсақ, ол мынандай ұғымдарды, терминдерді жатқа білуіміз керек. Біріншіден, бессызықты жүйе дегеніміз не? Ол процестері бессызықты дифференциалдық теңдеумен сипатталатын динамикалық жүйе. Бессызықты жүйелердің негізгі ерекшелігі ол жерде автотербелістер пайда болады. Ол деген не? Автотербеліс деген өз бетінше тербеліс, өзін қоздыратын тербелістер. Егер бессызықты кері байланыс бар болып, динамикалық жүйеде сөнбейтін, яғни өзін қоздыратын автотербелістер пайда болса, онда ол бессызықты жүйе болады. Және бессызықты жүйенің негізгі бір параметрі ол құлдый крутизна. Құлдый дегеніміз ол шығыс пен кірістің қатынас теңдеуі. Құлдый ол бұрыштық коэффициентті білдіреді. Әдетте К деген ол пропорционал буынның коэффициенті бар, ол сызықты жүйеге қатысты. П буын, П параметр. Ал бессызықты жүйеде именно сол П параметр крутизна болып кетеді. Сосын біз бессызықты жүйені зерттеуде міндетті бізге жеңіл болу үшін оны жұмысшы нүктесінде оны линеализация жасаймыз. Линеализация дегеніміз ол бессызықты жүйені сызықты жүйеге түрлендіру операциясы. Сонда бізге ол түсінікті әрі оңай болады. Енді жұмысшы нүкте деген ұғым, өте мықты ұғым, рабочий точка. Бұл процесс жүйеде берілген тапсырма. Яғни бұл тапсырманың өзі өзгеретін тапсырма. Процесс өзгеріп жатқанда біз сол тапсырманы өзгеріп жатыр ғой, сол тапсырманы біз жұмысшы нүкте дейміз. Автоматты реттеу жүйесіндегі шығыс параметрдің осы рабочий точкадан ауытқу, яғни оны теріс кері байланыс арқылы реттеуге себеп болады. Жұмыс нүкте ол ауытқудың нөлге тең болғандағы шығыс сигналының мәні. Бессызықты жүйе мынандай функциямен беріледі. Алгебралық теңдеу, алгебралық функция. Бірақ мына жер бессызықты болады. Енді статикалық тәртіп осы бессызықты жүйенің негізгі тәртібі. Динамикалық тәртіп болса ол сызықты жүйенің негізгі тәртібі. Мынау статикалық тәртіп бессызықты жүйенің негізгі тәртібі. Міне бессызықты жүйе өзі екі бөліктен тұрады. Сызықты бөлігі, оған ұйытқы беріледі. Ол әдетте мынау біздің басқару нысанымыз. Ал оның реттеуші бессызықты болуы мүмкін. Сонда біз сызықты жүйені бессызықты, керісінше бессызықты жүйені біз сызықты реттейміз. Яғни мына екі бөліктен тұрады. Мынау блоктар бессызықты буындар, ол симметрия болуы мүмкін, симметриялы емес болуы мүмкін, бірнеше буын. Жатық, яғни қисық сызықты болуы мүмкін. Релелік сипаттама буындар болуы мүмкін. Бар немесе жоқ. Басқару сигналы. Екі деңгей, үш деңгей. Сосын бөлшек сызықты болуы мүмкін, үзіліссіз. Бұларға зона нечувствительности, яғни сезімтал емес аумақ, шектеу болуы мүмкін, және осы екеуінің бірігуі. Бір мәнді емес болуы мүмкін, яғни көп мәнді. Бұған гистерезис жатады, люфт жатады. Міне, гистерезис те жатады. Бірақ гистерезис мына жерде
сынық емес, жаңағы бөлшек сызықты болып тұр ғой мына жердегі. Гистерезистер көп қолданылады сипаттама, бұл магниттік гистерез әсіресе. Бессызықты жүйені зерттеуде екі түрлі сигнал қолданылады. Мынау біз сызықты жүйені зерттегенде қолдансақ, статик динамикалық тәртіпте, бессызықты жүйенің міндетті түрде статикалық бессызықты буындары, олар статикалық тәртіпте зерттеледі. Ол үшін өсу функциясы қолданылады, немесе рамп. Бессызықты жүйелердің динамикалық сипаттамасы, жаңа баста айтқан 6 сызықты жүйенің 6 сипаттамасына тағы 2 сипаттама, 2 көрсеткіш қосылады. Ол автотербелістің көрсеткіштері, амплитудасы және жиілігі. Осы екеуі қосылады, сонда бессызықты жүйенің зерттей аламыз. Міне бессызықты жүйе, мына жерден бессызықты буын қосылғаннан кейін бессызықты жүйе болады, нәтижеде автотербеліс пайда болады. Автотербелісте негізгі маңызды параметр амплитуда және жиілік. Период қой, бір бөлінген период ол жиілікті береді. Енді бессызықты жүйенің зерттеу әдістері динамикалық және статикалық тәртіпте әртүрлі. Динамикалық тәртіпте мынау осы екеуі, ол бессызықты дифференциалды теңдеулер, классический метод, өтпелі сипаттамалар, переходные характеристики, фазалық жазықтық, осы жерде фазалық траекториялар сызылады. Сосын абсолюттік орнықтылық, яғни Ляпуновтың әдісі. Сосын әрине бессызықты жүйені тікелей сипаттағаннан гөрі оны бірінші линеаризация жасап, яғни сызықтыға келтіріп зерттесек оңай болады, түсінікті болады. Ол классикалық линеаризация, гармоникалық, яғни Фурье қатарына жіктейміз. Статистикалық линеаризация, бұл кездейсоқ жағдайға байланысты. Ал статикалық тәртіпте әрине бессызықты алгебралық теңдеулер жүйесі қолданылады және күй кеңістіктегі зерттеу модель қолданылады, немесе МИМО. Мана айтылды, бұл линеаризация жасалған жүйе. Осы пайдаланған әдебиеттерді қолдануға болады. Бұл жерде Лазута бессызықты жүйеге арналған кітабы. Жақсы, сау болыңыздар, келесі кездескенше.